Мына Ресей, Дорохова қаласы. Енді поселок есептеледі. Бұл жердің ерекшелігі жан-жағының бәрі орман. Ан жақ орман, мына жақ орман. Және де сол орманның іші қалада, сыртының бәрі орман. Ну орман, қарағай, ел дейді ғой сондай. Қаланың сырты барлығы орман қоршап тұр. Көрдіңіз бе? Және де қалалар бір-біріне жақын, жаңағы Дорохова, Сахарова, Можайск деген сияқты осындай кішігірім осындай поселоктар бар, аралар жақын. Олардың араларда тоғылған орман. Аралар жақын, бірақ айналасының барлығы орман. Жолдың екі шеті орман. Сондай ерекшелігі бар екен. Жолдар бәрі жақсы, жолдар бәрі нетілген. Жолдар мынандай қоршап қояды, жасыл немен қоршаумен. Жан-жағың бәрі орман. Жап-жасыл. Бүгін желтоқсанның 14-і қармын елден жауып жатыр. Бұған дейін қар жаумаған. Өткенде 11-ші желтоқсанда жаңбыр жауып тұрды. Шөптердің бәрі жап-жасыл, ағаштардың бәрі мынандай көп екен. Асфальтта мына үлкен магистральдарда осындай өткелдер бар, жол өткелдері. Үлкен магистраль міне. Мына Ресейдің табиғи орманы. Кәдімгідей табиғи орман, орман. Керемет, Мынау Дорохова поселкасында өзіміздің Қарағандыда жүрген сияқтысың. Бұл жерде орыстар да бар, местный орыстар. Және де мына Центральный Азиядан келген біздің бауырластарымыз да бар. Қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік бәрі осы жерде жүрді. Осы жерде жұмыс істейді. Көбінесе сол жұмыскерлер сырттан келген мигранттар жұмыс істейді. Общиде тұрады, магазиндерге барады, көшеде жүреді. Сол өзіміздің Қарағанды сияқты. Қырғыздар мен қазақтар бірге жүреді. Өзбек пен тәжік бірге жүреді. Емін-еркін қазақша. Қазақ пен қырғыз қазақша, қырғызша сөйлеседі. Өзбектер өзбекше сөйлеседі, тәжіктер өзбекше сөйлеседі. Сол әркім өз тілінде сөйлейді, бірақ өзіміз түсінеміз. Еседе әңгімелесіп жүре береміз. И жаңағы общежитиеде де қазақ, тәжік, қырғыз осы үш ұлт бірге тұрамыз. И әркім өз тілінде сөйлейді, әркім өз түсінеді, әңгімелесіп, әңгімемізді айтып, емін-еркін отыра береміз. Көшеге шыққан кезде орыстармен орысша сөйлесеміз. Магазинде, аптекада, жұмыста орыстармен орысша сөйлесеміз. Өзіміз Центральный Азияның адамдары өзіміз қазақша сөйлесеміз. Қазақша, қырғызша. Мысалы, бір комнатада қазақ бар, тәжік бар, қырғыз бар. Осы үш ұлт. Емін-еркін қырғызша, қазақша сөйлесе береміз. Әркім өз тілінде. Қызық, ешқандай айырма жоқ. Өзіміз Қазақстан сияқты көп ұлтты. Қарапайым, үйлері де, Қарағанды сияқты көшелерде тып-тыныш. Местный орыстарды үйреніп алған мигранттарға көзін алартып, басқаша көзбен қарап, ондай деген жоқ. Спокойно. Өзінің несі сияқты. Спокойно, осы жердің тұрғылықты адамдар сияқты. Қайдан келдің? Қазақстаннан. Ана жерде жұмыс істейсің ба? Бәрін біледі, сол заводта істейтіндер. Заводта істейтіндер ма? Дұрыс қалыс. Жайқалған көлім, жазирада алам, алыстан аңсап келемін. Айналдым елім, аяулым едің, сағындым сені, туған ел. Орманда керемет. Таза ауа, жасыл орман.
мына қырғыз ағайындардың осы Ресейге келіп жұмыс істеуі кәдімгідей стабильный екен. Стабильный, міне мысалы ол жаққа жұмыс жоқ, 18 жасқа толғаннан бастап осы жаққа Ресейге ағылады екен. Ресейдің любой қаласына келіп жұмыс істеп жүре береді. 3-4 ай істейді, 6 ай істейді, 1 жыл істейді. Одан кейін елдеріне барып демалып келеді да 2 ай қайтадан келеді. Сөйтіп жұмыс істеп жүре береді екен. Бұл жақта зарплата жоғары, өзінің туғандары, достары барлығы осы жерде. Мысалы, өткенде мен миграционный орталыққа бардым. Сол жерде барсам, сол жерде қаншама халық, кәдімгідей жерде очередь километр. Енді Центральный Азияның адамдары қырғыз, өзбек, тәжік, қазақ барлығы Москваға ағылып бара жатыр ғой. Километр ана жерде адам миграционный. Соны байқасам, 90% қырғыздар. Кәдімгідей ана жер Қырғызстан сияқты. Енді өзбектер де көп, тәжіктер де көп. Соның ішінде қырғыздар кәдімгідей 90% келіп ағылып жатыр. Енді осы жақта олар ертеден осындай неге қалыптасқан ғой. 90-шы жылдардан бастап осылай қалыптасқан. 90-шы жылдардан бастап осылай Ресейге келіп жұмыс істеп жүргендер. Енді олар 90-шы жылдарды келсе, уже осы жақта орнығып, ойласып, осы жақтың гражданствосын алып, өздері үй сатып алып, өздері бизнес ашып, сөйтіп жүргендер де бар. Көрдіңіз бе? Жаңадан келіп жатқандар да бар. Өзбектерде де солай. Өзбектеріңізде де кәдімгідей бұрыннан келген өзбектер, олар да 90-шы жылдардан бастап келіп жатыр мысалы. Олар да уже орнығып алған, гражданство алып алған, мысалы, бизнестер ашып алған, мысалы. Таксиларыңызда, Яндекс таксиларыңызда мен аэропорттан қалаға таксиге мінген кезде өзбектер, тәжіктер, көрдіңіз бе? Таксидің сол несі 60-70% сол өзбек, тәжік, қырғыздар. Таксиіңіздің барлығы. Таксиіңіз, заводтарыңыз, фабрикаларыңыз, жаңағыдай фастфудта істейтіндеріңіз. Сондай жұмыстардың барлығында осындай орталық Азия, оның ішінде қырғыз бен өзбек. Қазақтар да бар енді бірен-саран. Қазақтар да енді келіп енді жұмыс істеп жатыр. Ну, жұмысы андай ондай жұмыстарға неге олар келеді? Өйткені местный орыстар, местный адамдар ол жұмыстар істемейді, өйткені олар үшін ол өте ауыр жұмыс есептеледі. Мысалы, бізде Қазақстанда стройканы қазақтар бармайды ғой. Стройкада чисто өзбектер істейді. Сауданы, автомойканы далада тұрып, күні бойы далада тұрып сауда жасау, шығыс базарда тұрған қырғыздар мен тәжіктер. Қазақтар ол жерде жандарына бататын, ауыр, суық жерде істейтін жұмыстарды істемейді местныйлар. Сол сияқты ғой бұл жерде. Но бұл жерде жаңағы ақшасы, ол өздерінің елдерінен бұл жақтың ақшасы жоғары болғаннан кейін келеді. Ақша үшін келіп тұр ғой, көрдіңіз бе? Ақша үшін бәріне көніп тұр жаңағы. Жұмыстың ауырлығына, 12 сағат жұмыс істеуіне, сондай. Көрдіңіз бе? Сондай факторлар әсер етеді. Қырғыздарыңыз солай кәдімгідей бұл жақта как боло жаңағы. Біз Астанаға, Алматыға барып жұмыс істеп келеміз ғой. Немесе вахтаға, бір басқа жаққа, неге Ақтауға барып жұмыс істейміз. Сол сияқты бұлар как положено нормальный нәрсе ол. Ресейге барып жұмыс істеу деген. Ресейге барып жұмыс істеу деген олар үшін жай ғана екінші қалаға барып жұмыс істей салған сияқты. Көрдіңіз бе? Және де олар қырғыздар өте бауырмал, бір-біріне қырғыз көрсе бітті, таныса қалады, сөйлесе қалады. Ака, ука деп. Қай жақтан боласың? Ака, бүйтсеңші деп жүріп бір-біріне керемет болған. Бір-бірін тарта қояды. Ана жерде күш жұмыс бар, кеттік соған барайық. Ана жерде жақсы жұмыс бар, кеттік соған барайық. Кете салады соған. Москвада жұмыс болса, сол жаққа кете салады. Басқа қалада жұмыс болса, сол жаққа кете салады бірігіп. Проблемаларын бірігіп шешеді. Проблемаларын анаған проблемаларын бәрін бірігіп шешеді. Өздерінің қай жерде не істеу керек шешіп жатыр, сөйге барып шешіп тастайды бүкіл проблеманы.
қазақтар бір-бірінен қашып жүр ғой. Бір-бірінен қашып жүр, бір-бірімен амандаспайды. Жаңа бір қазақты көрдім, амандасты. Одан кейін көрсем амандаспайды. Бір-бірімен бет үркіп. Көрдің бе? Қырғыздар керемет еңшіл екен. Бір-бірімен ұйымдаса қалады. Мынаны қара, бір поселок. Біздің поселокпен Дорохова. Дорохова бітті. Уже Шелковка басталды. Арасында жік жоқ, көрдің бе? Бір поселок. Бірақ екі түрлі. Дорохова. Әр жағы Дорохова, ар жағы Шелковка. Осындай поселоктар. Бір-біріне жақын. Шелковка, Можайск, Сахарова, Руза. Кетер.